общем, үйге осындай новый әдемі палас алып келдім. Ал мына жақта кухнямда менің бөлем сторисімді түсірмей жатқан. И мына жақта повар от бога ғой. Қазір енді мен қолдан алмаймын. Үйдегі новыйдан алғамыз. И бірінші мен қолданайын деп жатырмын. Үйдегілер маған берді. Енді өзің жеке тұрғаннан кейін өзің істеп бірдеңе жейсің деп. Сон ағам істеп беріп тұрмаған. Жаным. Ана жақта мен мороженое жеп жатырмын. Рахмет ағашқа. Thank you. Бөле не істеп жүрсің? Картошка ашып берейін деп жатыр ғой. Я базар жоқ. Не берешь, но я ашылайым да. Я хочу ашпын. Картошка алды. Помидор бар ма? А? Помидор бар ма? Жоқ. Жашыгың бар. Мен аның бұт шығып жатыр, еще алдым бәрі. Заттар просто қарнашып қалсы тамақтануға шықтық бүгін мен жетіп. Луковза деп осындай. Как вам? Ал достар, біз келдік, Мадикошнине келдік. Жұмысымызды жартылай бітірдік та, и ертеңге қалдырдық. Ертең тоже с утра жұмыс деген көп. Өзімізде солай планировать етіп келдік негізі. Суббота бүгін жұмыстарымызды жасап, и бітпей қалса, ертеңге қаламыз деп. Ертең Құдай қаласа Талдықорғанға шығамыз. Еще мен Мадикошнине бірінші рет келіп тұрмын. Енді алдыңғы үйлерінде, конечно, болған, бірақ новоселье жасаған алдында жаңа үйге келген кезде, сол кезде Ерасыл екеуміз как раз Алматыға кеткен болатынбыз. Сонымен бүгін бірінші рет келіп, шашуымызды шашып келіп жатырмыз. Прям блогерский дом екен, прям күшті. Локациялар прям әдемі. Еще пысықтығы ұстап, жаңа осы жаққа келе жатқан кезде Алматыға келіп қалай суши пицца заказ бермеймін деп заказ беріп қойдым Майсатадан. Мен Алматыда жүрген кезде всегда сол Майсатаны ғана жейтін, өйткені қатты ұнайды, прям сағынып, тем более қазір қалатын кезде күшті өтеді. Сонымен заказ бердік. В общем, өзіміздің видеомызға қарап ғашық болып отырмын. Достар, барынша біз Сабикош екеуміз және жақсы бір отбасылық келін шай дегенге видеоролик түсірдік. Жәнеге расымен де келін шай өте дәмді екен. Бізден қолдау болсын, семейлі. И сіздермен біздің видеоны бір жақсы бағалап кетіңіздер. Комментария жазыңыздар, лайк басыңыздар. Дәме бер кел.